Сәлем құрметті достар, менің сүйікті тамаша көрермендерім. Бұл 5-11 мамыр аралығына арналған апталық жұлдыз жорамал. Бұл алдымыздағы аптадағы барлық белгілерге арналған жұлдызнама. Естеріңізге сала кетейін, әрбір белгіге арналған толық мамыр айының жұлдыз жорамалы және маңызды оқиғаларды сипаттайтын видео арнада дайын шықты, сондықтан арнаға тіркеліп, өзіңіздің белгіңізді тауып көре берсеңіз болады. Ал қазіргі видеода біз барлық белгілерге арналған жалпы осы алдымыздағы аптаға 5-11 мамыр, яғни май айына арналған жұлдызнама туралы айтатын боламыз. Бұл апта толған айға дайындалатын уақыт. Егер де кешке серуендейтін адамдар болса, сыртқа шығып, ауа жұтып көріп жатырсыз, ай өсіп келеді. Бұл белсенділік үшін өте жақсы кезең. Барлық жеке планеталар қазір тура қозғалыста. Сондықтан бұл аптада көптеген нәрселерді жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Апта әр күні өзіндік ерекше энергиясы болады. Сол себепті мен сіздерге әр күннің ең маңызды астрологиялық тенденцияларын айтамын. Бұл жаңағы сіздің күнделікті өмірде істеріңізді дұрыс жоспарлауға көмектеседі. Және егер араларыңызда жеке кеңес алғысы келетін адамдар болса, қазір экранда WhatsApp номер көрсетіледі, сол нөмірге жазсаңыз болады. Егер де сізге өзіңіздің немесе жолдасыңыздың немесе өзіңізге керек адамның натальный картасын білгіңіз келсе, яғни жеке сәттілік, молшылық, өзіңіздің мінезіңіз, өзіңіздің қандай қабілеттеріңіз бар, немесе өміріңіздегі белгілі бір оқиғалар мен кезеңдерді болжауға мүмкіндік беретін, сонымен қатар өзін танитын және шешім қабылдауға көмектесетін құрал болып табылады натальный карта. Айта кетейін, натальный карта құрастыру үшін міндетті түрде адам туған уақытын білу керек, тек қана күнін емес. Себебі тек қана күнді білсеңіз, уақытын білмесеңіз, натальный карта дұрыс болмайды. Дұрыс болжам болу үшін уақытты міндетті түрде білу керек. Осы WhatsApp номерге көрсетілген жазсаңыз болады. Ал енді дүйсенбі күнінен бастайық. 5 мамыр. 5 мамырда ай планетасы Арыстан белгісінде орналасады. Бұл күн тосын сыйларға толы болуы мүмкін. Күтпеген кездесулер, қоңыраулар, жаңалықтар. Меркурий мен Юпитер, Сатурн мен Уран, Венера мен Нептун планеталары бәрі өзіңізді көрсетуге, жарқырауға мүмкіндік береді. Бұл күні сәндену, өзіңізді көрсету, танысу, іскерлік бизнес кездесулер, құжаттармен жұмыс бәрі сәтті өтеді. Таңертең аса нәтижелі уақыт, яғни маңызды шешімдер қабылдау, келісімдер жасауға таптырмас уақыт. Кешке қарай біраз кернеулер болуы мүмкін, бірақ жалпы аспанда барлық планета аспектілері жағымды болады. 6 мамыр, сейсенбі күні, ай планетасы Бикеш белгісінде болады. Бұл жер белгісі. Күн мен ай планеталары үйлесімді болады. Бұл күні құжаттарға қол қою, келісім шарт жасау, жоспарларды жүзеге асыру, үй шаруасымен айналысу және денсаулықпен өзін-өзі күту бәрі оң нәтижелер береді. Ай планетасы Бикеш белгісінде болғанда, бұл тәртіпке келтіретін уақыт, сараптама жасайтын уақыт, аналитикалық ойлау үшін ең керемет күн. Яғни өте қиын, үлкен бір объемы көп жұмыс болса, осы күнге жоспарлаған дұрыс. Екінші күнге үй жинау, гүл отырғызу, үй жануарлары мен өсімдіктерге күтім жасау, дене күтімі бәрі жақсы нәтиже береді. 7 мамыр, сәрсенбіде ай планетасы әлі де Бикеш белгісінде болады. Бұл күннің ықпалы сол күйінде Венера, Меркурий, Сатурн және Плутон планеталары шығармашылық жобаларда үлкен өзгерістер жасауға көмектеседі. Бұл бұрыннан күткен сатып алулар, кездесулер, саяхат, денсаулыққа және жайлылыққа байланысты істермен айналысуға таптырмас уақыт. Және сонымен қатар презентация өткізу, мерекелер өткізу, әртүрлі оқиғаларға түсіп қалуыңыз мүмкін. Бірақ бұның бәрі қызықты оқиғалар болады. Әсіресе егерде жолға шығып жатырған адамдар болса, сәрсенбі күні бір жоспарға шығып жатырған адамдар болса, сіздің жаңағы жолыңызда әртүрлі оқиғалар болуы мүмкін, бірақ қорықпаңыз, олардың бәрі
уақыт өте келе есіңізге салатын жайлы жақсы оқиғалар болып шығады. 8 мамыр бейсенбі күні ай планетасы таразы белгісіне өтеді. Бұл ауа белгісі таразы, сондықтан бұл кезде ашықтық, араласу, әлеуметтік байланыстардың артуы болады. Яғни қоғаммен байланыс көп болады, таныстармен кездесу, саябақта серуендеу, сауда орталықтарына бару бәрі жанға жайлылық әкеледі. Және бұл уақытта әртүрлі жаңағы сусындар, сұйықты сусындар және дәрі-дәрмектермен абай болу керек. Кикілжің тудырмауға тырысыңыз. Өз пікіріңізде тұрып алмай, басқа адамдарды да тыңдап білу керек болады бұл уақытта. Яғни дипломатия көрсету керек болады адамдармен қарым-қатынаста. Себебі таразы белгісі ол дипломаттардың белгісі. Бұл күн шығармашылық, эзотерика, болжам, ерекше түстер болады. Және бұл күні көретін түстерге мән беру керек. Қағазға түсіріп жазсаңыз болады. Нені көргеніңізді, сосын болжам жасауға болады. Себебі бұл күні жаңағы орындалатын түстер көруі мүмкін адамдар өмірінде. 9 мамыр жұма күні ай таразыда қалады. Бұл белсенді күн жаңа адамдармен танысу, кездесу, серіктестікке қадам жасау, құжаттармен жұмыс, мүлікке қатысты шешім қабылдау үшін өте сәтті уақыт. Кешке сүйікті адаммен романтикалық кездесу ұйымдастырып, өзіңізге жақын адамдармен мереке жасау керемет эмоциялар сыйлайды бұл күні, жұма күні. 10 мамырда сенбіде ай әлі де таразыда болады, бірақ Меркурий планетасы осы уақытта торпақ белгісіне өтеді. Ол деген сөз. Бұл ақпаратқа бай болатын күн. Яғни Юпитер планетасымен жақсы оң аспект болады. Бұның барлығы біз үшін маңызды хаттар, маңызды хабарлама, кездесулер, ұсыныстар көп болады. Оқу, әсіресе сахналық өнер, шығармашылық жобалар, ұзақ күткен сапарлар бәрі жақсы нәтиже береді. Және аптаның соңында жексенбі күні 11 мамырда ай сарышаян белгісіне өтеді. Бұл кезде жаңағы полнолуние, толық ай 12 мамырда болады, бірақ 11-нен бастап-ақ оның әсерін сезіне бастаймыз. Бұл кезде конфликтті ситуациялар, жаңағы кейде бұрын аяқталмаған істер туындауы мүмкін, және шешілмеген жағдайлар қайта көтерілуі мүмкін. Шешілмеген сұрақтар, өзінің орнын таппаған жағдаймен сұрақтар қайта көтерілуі мүмкін. Бұл күні рухани тынығу, медитация жасау керек, дұға оқып, өзіңмен және ішкі әлеммен жұмыс істеуге жақсы уақыт. Кешке арман тілеу нәтижесін әкеледі. Себебі іштей өзіңізді тыныштай білсеңіз, яғни өзіңіздің эмоцияларыңызды сараптауды білсеңіз, қазіргі уақытта ай планетасы жаңағы сарышаянда болғандықтан эмоциялық тереңдікпен сыншылдық арта бастайды. Сондықтан бұл уақытта сөздерге де абай болу керек. Құрметті тыңдармандар, апта сәтті өтсін сіз үшін. Естеріңізге сала кетейін, арнада 2025 жылға арналған әрбір белгіге толық жұлдыз жорамал бар. Арнаға өтіп қарасаңыз болады. Тағы да кездескенше сау болыңыз.